берме. Жан тапсыра алмай қиналып қан құсып жатыр. 4 күн бүгіннен жақсы. Сізді Доха, Катарда көрдім дейді, я? Катар арқылы ұшып келдім. Сіз отырған жерде қоңырау естілді. Ей, ол сағат, құдай-ау. Сағат тура 12 болды. Америка Құрама Штаттарынан соқ. Анандай час боем деген бар ғой, апарып көрсетейін ба? Сол сағаттың даңғылдаған дауысы. Неге? Араб құл болып кетпейміз бе дейді. Америкаға барсақ масон болып кетпейміз бе? Россияға барсақ орыс болып кетпейміз бе? Канадаға барсақ кім болып, Джастин Трюдо болып кетпейміз бе? Кімді айтайын саған. Кореяға барсақ Пак Кын Хе болмаймыз ба? Кім болмаймыз өзі? Ей, айналайын, біз қазақпыз, қазақ болып қаламыз, құдай қаласа. Мұсылман болайық, еліміз аман болсын. Бүгін намазды қаза етсем, соның тек парызын ғана оқиды ма? Я. Күндізгі 12 ма дейді? Я. Ақштағы қарындасымыз жүк көлігін жүргізіп жүрме. Мен кеше бірнеше қазақ қызын көрдім. Кездестім қазақтармен. Барлығы тракай дейді. Трак деген білесіздер өзі, үлкен фура. Қазақтың қыздары енді шын мәнінде менің қара көздерімнің бұл жақта келіп жұмыс істеуі мен үшін жүрегімді ауыртатын жағдай. Бірақ елімізде ондай жұмыс табылмаса, байқұстар аяққа тұрайық деп, ата-анасына қамқорлық жасайық деп, мұхит асып келген балалар мен қыздардың еңбегі адал ма, айтыңыздаршы өздеріңіз. Сол жетіскеннен келіп атқан жоқ қой бізге. Жетіскеннен келіп, жағдайы жақсы болғаннан осы жерде жетісіп біреудің қызметшісі болып жатқан жоқ қой. Иә? Сондықтан еңбегін бағалай білу керек адамның. Байден дейді, Израильді қолдайды дейді, әне, сіз оның приемныйында жүрсіз, сол дұрыс па сол дейді. Ай, құдай, ай. Байденға жетпей-ақ, біздің қазақтар қазақты ұрып, ана скорыйден тепкілеп, жағын сындырып тастады. Оған қатысы жоқ Байденнің. Номеріңді айтшы, жалмауыз дегенге Байденнің қатысы жоқ. Тағымды айтайын. Тағы не қайтып отыр? Есікті тепкендердің, жағын сындырып өлтіргендердің жұмыс істетіп, ақшасын бермей қуып жібергендерге Байденнің қатысы жоқ. Қатысы бар ма? Соны сенің қазағын істеп жатыр. Сондықтан жаным, әр нәрсені кейін ойлайық біз, мен бұл жерде оның тамағын ішу үшін келген жоқпын. Тағы да айтайын. Мен бұл жерде біздің елін сағынған, жерін сағынған, біздің қара көздерімізбен, сенің қарындастарың, інілеріңізбен кездесуге келермін. Солардың жүрегіне риза болып отырмын. Өздері қауымдастық құрып, Америка Құрама Штаттарындағы қазақтардың құрылтайы жасап жатыр. Ал айтпесе. Рахмет, қожакем. Алла разы болсын. Ұстаз, Меккеге 3 айға баруға бола ма дейді. Не қыласың, ей? 3 ай сол жақта не істейсің? Үйде отырып жұмыс істе, әке-шешеңе қызмет қыл, мемлекетке жұмыс істе, налог төле, Каспийден пайда келтір. Сені ақшаңа мұғалімдер айлық алады, міне пайда келтіресің. 3 айға барып Меккеге жатқанша, Қазақстанда мешіттің маңайын тазалап бер, істейтін жұмысың жоқ болса, өз отаныңда жұмыс істесең жетеді, мен сенен бұлай пайда болады. Өзі Меккені барған жақсы ғой, бірақ енді тым ойыншыққа жібердіңіздер. Тым ойыншыққа жіберді. Кім көрінген барып, тым көрінген, енді білмеймін енді, не айтуға да керек. Құдай өзге үшісін барғаннан кейін өткенде де қатты айттым. 40 күнге дейін анау барып өлең жаңағы орамал шешуге болмайды деген сөз шығарып апты. 40 күнге дейін орамал шешуге болмайды әкелса. Сонда 41-ші күн шеше берсең болады деген сөздер тарар. Не сөз? Жақсы емес қой.